Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дастарханның сәнін ашатын шоколадный капкейкидің рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Ал енді бастаймыз. Бізге керек ингредиенттердің барлығын алдын ала дайындап аламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқа, жұмсақ сары май, қант керек болады, жылы сүт, илеуішке құрғақ ұнтақтарды дайындап қоямыз. Бұл жерде ұн, какао қопсытқыш, кішкене тұз. Описанияға керек мөлшерлерін жазып қоямын. Енді кірісейік. Таза ыдысқа жұмсақ сары майға қант қосып, жұмыртқаларға тұз қосып, біріктіріп аламыз. Жай жылдамдықта миксерді қосып, араластырып аламыз. Енді үстіне құрғақ ұнтақтарды илеуіштен өткізіп қосамыз. Миксерді қоспай, жай ғана араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған жылы сүт құямыз. Ең алдымен жай жылдамдықта, сосын жылдамдығын қосып 6-7 минут миксермен араластырып аламыз. Бір қалыпты масса шығу керек. Осы кезде духовканы қосамыз. Осындай дайын қалыптарға массаны құямыз. Массаны кондитерский мешокқа құйып аламын. Дайын қалыптардың ортасына ғана дейін массаны құйып шығамыз. Сіздер массаны қасықпен құйсаңыздар болады. Менде 15 дана қалып шықты. Қалған массаны силиконовый формаларға құйып шықтым. Енді духовкада 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Капкейкилеріміз пісіп шықты. Енді капкейкилерімізді әсемдейміз. Ол үшін 300 грамм салқындатылған 33% сливкиді таза құрғақ ыдысқа құйып аламыз. Үш ас қасық қант ұнтағын қосып, жай жылдамдықтан бастап, жылдамдығын қосып миксерлейміз. Кремге айналғанша жылдамдығын қосып 8-9 минут миксерлейміз. Мен творожный сыр қоспадым. Сіздер 100 грамм творожный сыр қоссаңыздар болады. Кондитерский мешокқа открытая звезда насадкасын пайдаланып, кремді салып, капкейкилердің бетін әсемдейміз. Сіздер басқа насадканы пайдалансаңыздар болады.
әдемілік ретінде кондитерская посыпкамен әсемдеуге болады. Жеміс жидектермен әрлеуге болады. Мен қатырылған таңқураймен әсемдедім. Біздің шоколадный капкейкелеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Назарларыңызға көп рахмет.